Bugün 6 ақпан. Mine köşede халық жүр өз бетімен. Машинелерін айдап автобустар да өзіне студенттер сабаққа барып өзімен өзі жүр. Тек мына саяси өміргені қолдан қылдырып жатыр. Жаңағы басқару орындарындағы адамдар, уақытша адамдар, бір бастықтар уақытша келеді, сол өздерінің уақытша бір дегенін жүргізіп, кеткісі келмей отырып алып, халық неше түрлі әңгімеге тартып, басын қатырып, ана заң дауыстырып, мына заң дауыстырып жүреді. Назарбаев сияқты. Назарбаев деген өте бір залым адам болды ғой. Конституцияны ең бірінші ауыстырып тастаған сол еді ғой. Билікті. Парламенттің алдына барып есеп беруге қорқып жеп қойған ғой көп нәрсені. Қате істеген, заң бұзған, парламенттің алдына барып есеп беруден қорқып, билдиннің кезінде жоғарғы кеңеске олар таратып жіберіп, өзі сияқты алаяқтардан депутаттар сайлап алды ғой. Соның методикасымен енді Тоқаев та келе жатыр. Бұл енді өзі кетем десе өзінің орнына қоятын адамға жаңағы бір жеңіл жағдай жасап беріп кетейін деген сияқты бір әңгіме болу керек енді. Бұл конституцияны ата заңды жаңағы түзетулер дейміз бе, енді 90-85% қайта жазылды дейді ғой. Жаңа ата заң деп айтуға келмейді. Осының бір асығыстық бар, асығып жатыр. Жаңа бір Көплев деген жігітті тыңдап отырсам, ол айтады, оқыдым дейді ана, газетке шыққан. Бір қатенің үстінде бір қате жүр дейді. Көп сөздер қате жазылған дейді. Грамматикалық қате көп дейді. Мағыналық қателер көп дейді. Жаңағы бір бапқа сәйкеспейді, қайшылықтар ішінде көп. Одан кейін мына аймақтар жеке заңмен аймақтар әр аймақтың өзінің заңы болсын деген сияқты әңгімелер шығар. Соны кіргізген жатыр дейді. Сол сияқты түсініксіздеу нәрселер бар да. Енді ондай нәрселерді конституцияға кіргізбей-ақ жоғарғы кеңесте қабылдай беруге болады ғой депутаттармен. Өзі депутаттар да бір түрлі болып кетті ғой қазіргі. Енді бұларды іріктеген ғой. Өздерінің тілін алатын, сөзін сөйлейтін, өзіндік пікірі жоқ. Елдің көзін алдап, өзінің пікірі бар адам сияқты сөйлеп, қалайда жұртқа жағудың жолдарын қарастырып алған бір 200-ді адамдар жинап алғанда, олай айтқанда екі өткей дейміз ғой, енді сондай адамдар екі сөйлеп жүреді, сөздерінде пәтуа жоқ. Енді осындай адамдарды тағы да партиялық тізіммен сайлап алсақ, немене болдық? Енді осы конституцияның жобасын көп алаулатпай, тоқтатса дұрыс болар еді. Асықпай бір-екі жыл жасасын.
Комиссияға ғалымдар отырып өздері жасасын. Содан кейін бір жақсы білгір адамдарды жинап редакцияласын, оны ақылдасып отырып. Қазақ тілінде жазылғаннан кейін. Басқа елдердің конституциясымен салыстырсын. Францияның, Англияның, Жапонияның, Американың білікті мамандар бар ғой бізде. Оқи алатын, ағылшынша білетін. Солар қарап, артық кемін бәрін түзетіп, асықпай істейтін шаруалар. Бір жұманың ішінде опай-топайын шығарып, давай деп, халықты олай қинап, бір жаяу жарыс елді қажет жоқ деп ойлаймын.